Армысыздар, Өркен медиа арнасында жаңалықтар уақыты, әуелі аңдатпаға кезек берсек. Bir жолғы төлем. Республика күніне орай 20 мың теңге төлем қанша балқаштыққа беріледі? Кітапханашы мерейлі мамандық. Қала әкімінің орынбасары мәртебелі мамандық иелерін құттықтады. Салтанатты жиын. Республика күніне орай бірқатар сала өкілдері марапатталды. Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицей базасында республика күніне арналған жас сарбаз әскери патриоттық фестивалі өтті. Іс-шараға қала мектептерінен 6 команда қатысты. Сайыс салтанатты шеруден басталып, Калашников автоматын бөлшектеу мен құрастыру кезеңдері бойынша өтті. Фестивальге Абырай Алтынсарин атындағы номері 25 мектеп, номері 4, номері 10 және Әлімхан Ермеков атындағы мектеп пен Саяқ кентінің номері 3 мектебінің 10 және 11 сынып оқушылары қатысты. Олар салтанатты шеру мен әскери дайындықты көрсетті. Ер балалармен қатар қыздар да Калашников автоматын құрастыру мен бөлшектеуде дайындықтарын көрсетті. Бүгінгі енді жас балалардың жас сарбаз сезім фестиваліне қатысып отырған себебіміз қазіргі мектеп мұғалімдерін, алғашқы әскери дайындықтың мұғалімдерін дайындығын тексеру, балалардың іс-шараларға қандай көзқарастығы, оң соң өздеріңіз білесіз, қоғамдық жағдайда ата-анадан басталады, және мектеп табалдырығынан балалардың кішкене әскери білімге баулу. Келесі мәселе өзіміздің қазіргі мектеп саласында болсын, білім саласында біздің бағыт бағдарламыз дұрыс па, бұрыс емес па, соны тексеру. Және қыз балаларды еліктеп жатыр ғой біздің фестивальдарға. Болашақта әскер қатарынан қыз балалар да шақырылады. Артықтамыз, гендерлік саясат бәрі өз рөлінде атқарады ғой. 1-2 жылда емес мәселе шешілетін, бірақ болашаққа көзқарасымыз оң болады. Және әскер қатарында көбінесе өзіңіз білесіздер, жас қыздардың, жас келіншектердің қатары өте көп. Штаб жұмысы болсын, және әскери ұшқыш қызымыз бар. Қазір әуе қорғанысының саласын атқарып жатса, кейінгі техникамыз өзімізде әскери саласында қыз келіншектер көп. Жас сарбаз әскери патриоттық фестивалінің барлық қатысушылары алғыс хаттармен марапатталды. қазан республика күніне орай барлық топтағы мүгедектігі бар жандарға бір реттік төлемақы берілмек. Жергілікті бюджет қаражат есебінен 20 мың теңге мөлшерінде жалпы құны 77 миллион теңгеден астам бір жолғы материалдық көмек көрсетіледі. Жәрдемақы 3900-ге жуық балқаштыққа төленеді. Бұған дейін жыл сайын аталмыш мереке қарсаңында берілетін бір реттік материалдық көмек сомасы 10 мың теңге болған. Бұл дегеніміз берілетін ақшалай сома биыл 2 есе өскен. Айта кету керек, бұл әлеуметтік көмек тек Балқаш қаласында тұрақты тіркелген және тұратын мүгедектігі бар адамдардың жеке шоттарына аударылады. Тұрғын мекен жайымыздың айналасы жасыл желекке бөленіп, тазалығымен, жинақылығымен ерекшеленіп тұрса қандай жақсы. Әрине ол әр тұрғынның жауапкершілігінде. Осы ретте Балқаш қаласының тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі биыл да үздік аула және үздік үй байқауын жариялаған еді. Қалалық әкімдікте аталмыш байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Байқау нәтижесі бойынша үздік үй номинациясында бейбітшілік 2022 мүлік иелері бірлестігі жеңімпаз атанса, үздік аула аталымына Сейфуллин 2-2021 мүлік иелері бірлестігі лайық деп танылды. Жеңімпаздарға тұрғын үйдің шатыры мен қасбетін жөндеуге сертификаттар табысталды. Қазбекова 9 мүлік иелері бірлестігін құрған тұрғындарға алғыс хат берілді. Қала әкімінің орынбасары Руслан Сыздықов байқауға қатысушылардың еңбегін атап өтіп, жеңістерімен құттықтады. Каждый из вас вложил частичку души в создание этих удивительных мест. И сегодня мы с гордостью будем вручать вам заслуженные награды.
Вы доказали, что совместными усилиями можно изменить мир вокруг нас, сделать его более комфортным, зеленым и привлекательным для жизни. Пользуясь случаем, поздравляю вас с этой важной победой и хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем Республики, пожелать вам всем здоровья, благополучия в семье. Балқаш қалалық спорт клубында жасөспірім қыздар арасында волейболдан турнир өтті. Республика күніне орай ұйымдастырылған жарысқа Балқаш Қарағанды қалаларынан, Ағадыр Ақжал кенттерінен барлығы 8 команда қатысты. Толығырақ келесі материалда. Турнирге 2008 және 2011 жылы туған жасөспірім қыздар қатысты. Командалар 2 топқа бөлінді. Алғашқы ойындарда Балқаш қалалық спорт клубының командалары кездесті. Әлем және асыл командалары тартысты ойын көрсетіп, нәтижесінде әлем командасы жеңіске жетті. Асыл командасы, бұл біздің фоктың кішкентай командасы. Қатысушылар өте қатты тырысты. Бүгінде рухани мәдени байлығымызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші кітапхана болса, сол байлықты өз оқырманына таныстырып, табыстырушы өзіндік тұлға ол кітапханашы. 24 қазан кітапханашылар күні. Қала әкімінің орынбасары Руслан Сыздықов мәртебелі мамандық иелерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Осы салада еңбек етіп жүрген мамандарға құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Абыройлы мамандықтың қиындығы мен қызығын арқалап жүргендердің болашақ саналы ұрпақты тәрбиелеу жолында сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Бүгінгі шарада сол үлкен жауапкершілікті арқалап жүрген жандар құрмет грамоталары мен алғыс хаттармен марапатталды. Мереке Бимолдина 23 жыл еңбегін кітапхана саласына арнаған жан. Бүгін еңбек еленіп, құрметке бөленіп, құрмет грамотасына ие болды. Төл мерекеміз құтты болсын. Келе жатқан ұрпақтарды біліммен сусындатып, кітапханашы мамандығын таңдап едім. Бұл мамандық өзіме ұнайды. Келесі ұрпақта кітапханашылар көбейіп, еңбектері елене берсін дейміз. Халқымыз тыныш, Қазақстаным жайнай берсін. Қазақстан республика күніне түсіп отыр бүгін. Марапат беріп отыр. Өте қуаныштымын. Кітапханашылардың еңбегі елене берсін. Республика күні бұл Қазақстанның егемендігі туралы алғашқы декларацияның қабылданып, тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадам жасаған күні. Айтулы мереке қарсаңында Мағауия Хамзин атындағы Мәдениет сарайында бір қатар сала қызметкерлерін марапаттау шарасы мен мерекелік концерт өтті. Преемственность поколений, единство и согласие, трудолюбие и патриотизм всегда будут залогом процветания нашей республики. Еще раз поздравляю вас с национальным праздником, Днем Республики. Елімізде биыл көктемде орын алған су тасқынына қарсы шаралар кезінде көрсеткен қажырлы еңбегі үшін Төтенше жағдайлар министрлігінің құрмет грамоталары және алғыс хаттарымен Балқаш су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экскаваторының машинисі Еркінбай Смайылов, сондай-ақ Балқашлы экскаваторының машинисі Шалхар Зекенұлы марапатталды. Алғыс хатымен Балқаш су кәсіпорнының экскаваторшысы Шалхар Зекенұлы марапатталады. Балқаш қаласының төтенше жағдай басқармасына ең үздік мекеме атағы берілді. Меценат және қалалық мәслихат депутаты Серік Қасымбеков қаланың дамуына қосқан үлесі үшін алтын жүрек аталымына ие болды. Қарағанды облысы әкімінің және қала басшысының алғыс хаттары және құрмет грамоталары 15 адамға берілді. 13 азаматқа түрлі номинация табысталды. Ресми шарадан кейін сахнада би ұжымдары, сондай-ақ Алатау серілері этно-фольклорлық тобы өнер көрсетті. Республика күні құтты болсын. Тек жақсылық қана болсын. Әрқашанда Қазақстанымыз гүлдене берсін. Еліміздің туы әрқашанда биікте болсын. Қазақ халқының шаңырағы биік болсын. Әрқашанда жақсылыққа толы болсын. Іргеміз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Республика күнімен бүкілін құттықтаймыз. Біз енді бүгін жақсы марапатқа ие болып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Самғақ қазақ
жайнай берсін туған жерім. Санға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Көкшетау Баянауыл Қарқаралым, жерұйық жетісу ғой айтар әнім. Тамыры ендаланың деп білемін, Ертіс пен Сырдарияның сан тарауын. Тілегім ен байлығың сарқылмасын, қазына батасындай қартананың. Ешқашан арнасынан су кетпеген, жалғасы есіл нұран ну көктеген. Қазақтың қасиетті даласына шіркін ай кімдер келіп кім кетпеген. Соңғы уақытта кәмелет жасына толмаған қыздарға қиянат жасайтындардың саны артып кетті. Алайда тағдыры талқандалған жасөспірімдердің болашағына алаңдайтындардың қатары көбеймей тұр. Оған дәлел Алматы облысы Талғар ауданында 4 ер адам кәмелетке толмаған қызды зорлады деген мәлімет тарауда. Ал 1 қаңтардан бастап Виндрайвер және Яндекс таксилеріне оң рөлді көлікпен жолаушы тасымалдауға тыйым салынбақ. Осы және өзге де маңызды ақпараттар тізбегі дайджест айдарында. Топтасып зорлаған. Алматы облысы Талғар ауданында 4 ер адам кәмелетке толмаған қызды зорлаған. Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желіде таралды. Ақпаратқа сүйенсек, қазан айының ортасында Тұздыбастау ауылында 18 бен 23 жас аралығындағы 4 жігіт 16 жастағы қызды зорлады деген күдікке ілінген. Кейін облыстық полиция департаменті кәмелетке толмаған қызды зорлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 4 күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде деп хабарлады Алматы облыстық полиция департаменті. Такси қызметіндегі өзгеріс. 1 қаңтардан бастап Виндрайвер және Яндекс таксилеріне оң рөлді көлікпен жолаушы тасымалдауға тыйым салынады. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха аталған такси платформаларына оң рөлді көліктерді тіркеуге тыйым салынатынын мәлімдеді. Бұл 2 есікті көліктерге де қатысты болмақ. Тасымалдау ережелерін бұзған үшін жүргізушілерге әкімшілік жаза қарастырылған. Бірақ ішкі істер министрлігінің өкілі мұндай автокөлік иелері тыйымға қарамастан жолаушы тасымалмен айналысатынын, оларды әкімшілік жазаға тарту қиынға соғып жатқанын айтты. Өйткені оң рөлді автокөліктерді жол полициясы тексеру үшін тоқтатқанымен, ішіндегі жолаушылар жүргізушіге туыс екенін, тойға немесе туысқанына бара жатқанын айтып, оларды әкімшілік жазаға тартуға мүмкін болмайтынын жеткізді. Сондықтан ішкі істер министрлігі көлік министрлігімен меморандумға қол қойды. Меморандум 1 қаңтардан бастап күшіне еніп, Виндрайвер және Яндекс такси қызметі қатаң бақылауға алынбақ. Уақыт белдеуі өзгеріссіз қалады. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин үкімет отырысынан кейін бұрынғы уақыт белдеуінің қайтарылмайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша шешім қабылдаудың белгілі бір ережелері бар. Ал үкімет оны қабылдаған кезде міндетті түрде мемлекеттік референдумды үнемі өткізіп отырудың қажеті жоқ екенін айтты. Сондықтан қазір бірыңғай уақыт белдеуіне қарсы адамдар да бар екенін және олардың айтқан дүниелері расталмай жататынын да атап өтті. Мәселен, денсаулыққа кері әсері бары, электр энергиясын тұтыну көлемі артып жатқаны, ерте тұру қажеттілігі, кеш ерте бататыны да айтылады. Бірақ бұл субъективті санаттағы нәрсе. Екіншіден, электр энергиясын шамадан тыс тұтыну да расталмады. Петиция қаралды, шешім расталды. Менің ойымша осымен тоқтату керек деді премьер-министрдің орынбасары. Еске сала кетейік, Қазақстанда 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні бірыңғай уақыт белдеуі енгізілген болатын. Өтемақысы өседі. Премьер-министр Қазақстанда 220 мыңнан астам сынып жетекшінің өтемақысы 30%-ға артатынын айтты. Олжас Бектеновтың айтуынша, сынып жетекшілер мектептегі буллингтің алдын алуда үлкен рөл атқарады. Ал сыйақылар ұстаздарды оқушылар арасындағы жанжалдар мен төбелестерді бақылап жүруге ынталандырады деп санайды. Жалақыны кезең-кезеңімен көтереміз. Бұл мәселе қазір талқыланып жатыр, деді Олжас Бектенов. Сондай-ақ ол буллингтің алдын алу үшін сенім телефоны жұмыс істейтінін еске салды. Айта кетейік, 1 жыл ішінде байланыс орталығының мамандары 18.500-ден аса әйел мен балаға көмек көрсеткен. Барлық аймақта қолдау орталықтары жұмыс істейді. Қымбатты көрермен, арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Баршаңызды еліміздің тәуелсіздігіне жол ашқан ұлттық мереке Республика күнімен құттықтай отырып, көгімізде туымыз желбіреп, қазақ елі жандана берсін дегіміз келеді. Амандықта жолыққанша.